Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мамамен отырып маманың әңгімесін тыңдаймыз. Сенбі мен балық тағамын дайындадым. Біздің мамаға ұнау керек, мама? Әрине, анау жемей аппетитің ашылып отыр. Мама, айта беріңіз, көрермендермен амандасып. Иә. Айта беріңіз. Саламатсыздар ма бүгінгі құрметті көрермендер? Біз бүгін енді өмір туралы шамалы мағлұмат айтқым келеді. Өмір деген Мұқағали Мақатаевтың сөзімен айтқанда, өмір деген ұлы сапар осынау, қиындықтар кезіксе де жасым-ау, өмір деген қарап жүрмей досым-ау, жан ұяңды асырау дейді. Міне, үйдің азаматы жанұясын асырау үшін жұмыс жасайды. Міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсанада таңғалу, өмір деген қуаныш пен өкініш, өмір деген өкіну мен алдану дейді. Әрине, ол өмір сүруді Алла өзі жаратқасын, әркімнің маңдайына өмір сүруді өзінің ниетіне қарай береді. Алла білімділерді жақсы көреді екен. Енді мен осы жерде мақтанғаным емес, енді айтып кетейін. Осы үйдің қожайыны өмір деген міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсанада таңғалу, өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану, өмір деген өз-өзіңді басқару, басқара алмай кейде шалқып мастану, өмір деген баю, тою, шерену, өмір деген тиын санау, аш қалу, өмір деген жалындыру, жалыну, өмір деген сырқаттану, сауығу, өмір деген күнә жасап артынан тәубаға қеп заңдылыққа бағыну. Міне, ол өмір сүру оңай емес. Енді сол Алла жаманды жақсылы өмір сүріп жатырмыз. Балдарымыздың бәрі білімді, өзінің мамандығымен жұмыс істеп жатыр. Күні кеше Алматыдан тұңғыш балам Болат теміржол саласында жұмыс істеп пенсияға шығып медал берген, құрметтеп шығарып салған, келіп сәлем беріп кетті. Балдарым жақсы қарсы алды. Енді қалған балдарым жанымда. Өзімнің отбасыма келсем, өзімнің отбасымда кенже баламен тұрам, кенже келін туралы мен енді кенже баламенен тұрамын. Ал қазақ айтады, атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса, жайқалы өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы дейді. Міне, кенже баламның алған жары Аллаға шүкір жақсы болып, неке осы жанұяның жарқылдатып өмір сүріп отырмыз. Екі бала екі бастан кәмелеттік жасқа толып оқуларын бітіріп, Астанада өздерінің қалаған мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр. Алладан тілеймін, Алла ақ жолды аман жүргіз, жамандыққа ұшыратпа, жамандармен серік қылма деп Алладан сұраймын. Сол тілегімді Алла
қабыл алу керек. Себебі мен дұғада отқан адамын. Алламның тілегі менен барлық балдарымды өзі Алла берді 5 бала. Сол 5 баламның да тілегін тілеймін. Мен жаңағы жұмақтың кілті қайда дегенде ананың табанының астында дейді ғой. Сондықтан да мен балдарымның тілегін тілеп отқан анамын. Енді әр адам әуелі адам болсын өзіңде, адам болсаң өзіңді біл. Адамға сөйлесетін, адаммен сөйлесетін сөзіңді біл. Әр жақта әрбір түрлі міндетің бар. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтініңді кезінде біл. Кейбіреулер өзіне не керегін білмей тұрып, жүреді кереметтей өмір сүріп. Ешкімді сынамаймын, сынар Алла, Алла менікі, жеткізу қолда барда деп шәкәрім Құдайберді ұлы айтқандай, мен со Аллаға сыйынып өмір сүріп отқан жайым бар. Мама, адам жақсы өмір сүру үшін қандай болу керек? Адам жақсы өмір сүру үшін оттың басы тыныш болу керек. Жұмыстан келгенде қабақты түймей күліп келсе, міне бәрі жайқалып кетеді. Соған байланысты, ол үйдің хозяйкасына байланысты, келінге байланысты. Жаңа мен басында айттым ғой, жан мен тәннің шырағы деп. Вот, мына өмірдің алып кететінде, жақсылығында, жамандығында көрсететін келін. Келінің жақсы болса, бәрі жақсы. А балаңыз? Бала, әрине бала жаман болмайды ғой. Баланың жақсылығы ғой, келінің жақсы болып отқаны. Себебі екеуі тіл табысты, сезім пайда болды. Екеуі бір-біріменен сырласады, мұңдасады. Барлық шаруаны бірге істейді, түсініседі. Соның арқасында міне махаббат бар. Махаббат жерде, бар жерде бәрі бар. Мама, шай ішіп отырыңыз, шай суып кетеді. Мына керемет мен Қытай еліне барғанда алып келдім ғой міне. Иә, білем. Керемет олардың жаңағы өздерінің ұлттық шайы. Соны мына балықпен шейіктеп демдедім. Қазір енді ауқаттанып алғаннан кейін домбыра шертіп берерсіз. Жарайды, жақсы. Тамақтанып алайық. Ал құрметті көрерменім, ендігі тақырыбымызда мамамнан жақсы домбыраның әуені. Біздің осындай отырысымыз ұнайтын болса, маманың айтқан әңгімесі ұнайтын болса, каналымызға жазылып, тіркеліп қойыңыз, лүпіл басып қойыңыз, және қандай да бір сұрақтарымыз болса, қоюларыңызға болады, біздер жауап береміз. Сау болыңыз.